Lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. Сәлем достар, мен есімім Гаухар, қызымның аты Ализа және менің арнама қош келдіңіздер. Сәлем достар, менің есімім Гаухар және менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз Рамазан айына дайындық туралы сөйлесетін боламыз. Рамазан айына қандай дайындық керек, жалпы Рамазан айы деген қандай ай? Осы сұрақтарға кішкене жауап беріп кетейік. Рамазан айы Құран айы. Барша мұсылман жұрт Алланың разылығы үшін ауыз бекітіп ораза ұстайды. Бірақ ұмытып кетпейік, ораза деген тек тамақтан тыйылу емес, сонымен қатар көзді, құлақты, тілді жамандықтардан тыю дегенді білдіреді. Негізі Рамазан айында шайтандар кісенделеді деп жатады. Сол үшін егер сіздің бойыңызда бір жаман қасиеттер болатын болса, Рамазан айы сізге үлкен мүмкіндік. Ал мен болса биылғы 2021 жылдың Рамазанын ерекше өткізуді қаладым. Сол үшін бірінші үйімнен бастадым. Үйімді жалтыратып жинадым, кітаптарымды реттедім. Одан кейін үйімді әсемдеуге кірістім. Неге? Себебі менің қазір өсіп келе жатырған қызым бар, және ертең өзі есейгенде үйде бізде Рамазан айында осындай мейрам болушы еді, үйді әсемдейтін едік деген сияқты естеліктер қалса екен деймін. Ендеше кеттік, біз үйді әдемілеуге кірісеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал бар, ал. Биылғы Рамазанда мен үйде ерекше атмосфера болғанын қаладым. Сол үшін Алматы қаласындағы Байсат базарына аттанып, осындай шарлар, неше түрлі ленталар, үйді әдемілейтін декор заттар сатып алдым. Сосын ойланып қарадым, осы біздер жаңа жыл дегенде қаланың бәрі әсемдейді, үйлерге елкалар, гирляндалар алады. Сондай бір дайындалып, еще новогодняя суета деп айтып жатады, бір алдын ала сезіледі мейрам. Ал бұл вообще Рамазан ғой, бұл Рамазан Құран түскен ай. Сол үшін Рамазанның дәрежесін, деңгейін жаңа жылдан да асырып тойласақ екен деген өзімде бір сондай ниет бар. Сол үшін қызымның да осы Рамазан айы есінде қалсыншы деген ниетпен үйді осылай декор жасап, әдемілеуді шештім. Айтпақшы, гирлянда демекші, менің алтын басыма күшті идея келді да. Хоп! Дедім да, гирлянданы іліп тастадым. Осылай күшті атмосфера. Содан кейін қош келдің Рамазан деген әріптерді принтер арқылы шығарып алып, оны бір үлкен лентаға жабыстырып, ыңғайлы қылып, қазір көрсетем, залға іліп қойдым. Мен үйді әсемдеп жүрген кезде жолдасым жұмыстан келіп, домбыраны алып жүріп, рекламная пауза жасаймын деді. Ендеше кеттік. Сонымен қатар ғаламтордан Рамазан трекерін жүктеп алдым. Ішінде үйді жинау тәртібінен бастап, намаз, Алланың 99 есімі, тіпті Құранды хатым ету үшін күніне қанша параны оқу керек деген сияқты таблицалар берілген. Өте жақсы планер екен. Сол кезде сіз Рамазан айын өте өнімді, өзіңіз жоспарлағандай етіп өткізе аласыз. Сол себепті мүмкін сіздер де осыны жүктеп аласыздар және өздеріңіз қолданасыздар. Сілтемесін төменгі описанияда қалдырамын.
достар, бүгін Рамазан айының алғашқы күні. Сіздерді Рамазан айының келіп жетуімен шын жүректен құттықтаймын. Және биылғы 2021 жылдың Рамазанын өздеріңіз ойлағандай сапалы, өнімді өткізулеріңізге тілектеспін. Аллах тағала баршамыздың оразаларымызды қабыл етсін, ниеттерімізді қабыл етсін, ораза ұстамай жатқан жандарға да иман берсін. Жалпы осы ай барлық жақсылықтарды алып келсін деп тілеймін. Және де мынау аты жаман аурудан да айығып, наконец-то бәріміз далаға шығып, ауызашарға барып, тахаджуд деп тарауих намаздары мешіттерде оқылсын. Ал енді осымен мен видеоны аяқтаймын. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.